Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін таза шөптерден жасалған шампундарды таныстыратын боламын. Яғни құрамдары 80-90% табиғи және де тағы бір айырмашылығы құрамдарында силикон мен парабен жоқ. Силикон мен парабен не істейді? Ол біздің шашымызды түсуіне, шашымыздың тез майланып кетуіне, шашымыздың бас терісі толығымен тазармауына әсер етеді. Ең бірінші өзімнің соңғы уақытта қолданып жүрген сусабынымен кондиционеріммен бастайын. Бұл бізде Herbal және де сусабыны кондиционері деп аталады. 500 мг екеуде және де өте экономды. Неге экономды? Себебі басын бір басқанда шашты бір жууға жетеді. Шашыңызды қанша рет жуасыз, сонша рет басасыз. Маған өзіме 6-7 айға жетеді. Негізінде мен шампунь максимум 2 айға жеткізетін адаммын, сондықтан да өте экономды. Қандай әсері бар? Шашымда көлем берді. Бүгін шашым екінші күн жуылғанына, бірақ шашым жылтырлап, таза болып тұр. Бұндай эффектіні мен шынымды айтсам өмір бойы армандадым десем болады. Өйткені шашымды күнделікті жуатынмын, сонымен қатар вообще мүлдем объем болмайтын. Ал шампуньмен шашымда объем да бар, шашым жұмсақ, ол кондиционердің яғни арқасы. Сонымен қатар шашымда қайызғақ мүлдем жоқ. Және де шашым бұрында тусклы болып жылтырамайтын. Енді қандай шампуньмен жуғам деп қоймын, бірақ масс-маркеттің шампуньдары болып тұратын. Ал қазір шашым көріп тұрғандарыңыздай жылтырайды. Бұл таза медициналық шөптерден және де индиялық шөптерден жасалған сусабын мен шампунь. Егер де шаштарыңыздың таза, тез майланбағанын қаласаңыздар, сонымен қатар көлемді және де жұмсақ болған қаласаңыздар, осы екі шампуньді ұсынамын. Бағасын соңында жазып кетемін. Ал мына бізде мужской шампунь. 500 мг. Бұның барлығы қай жақтан производствосы, соны айтып кетейін. Барлығы оңтүстік Корея және де оригинал люкс сапа. Люкс сапалы шампуньдар магазиндерде 20 000-15 000 теңге тұрады. Ал біздің шампуньдардың біреуі тіпті 10 000 теңгеге де жетпейді. Енді мужской шампуньның қандай айырмашылығы бар басқа шампуньдардан? Ер адамдардың шашын өсіреді. Шаштың өсуіне көмектеседі. Соңғы кезде өте жақсы отзывтар естідім. Шын айтқан кезде олар өздері айтты, ауыздарымен жазып ала алған жоқпын, өкінішке орай. Түсі осындай мөлдір болып келеді. Шашты өсуіне және де бұл тек қана сусабын емес, денені жуатын гель для душа. Теріңіз жұмсақ болып, шашыңыз қайратты және де жылтыр болады. Ал дене теріңізде, мысалға бізде суларда хлор бар ғой, терімізді бір ақ дақтар қалдырады. Ондай дақтардың қалмауына көмектеседі. Сонымен қатар сабын денеден тез кетіп қалады. Енді біздің ер адамдарымыз су сабынды бөлек, гель для душаны бөлек арнағысы келмейді, сондықтан да 2 в 1 болып шығара салған. Егер де ер адамдар шаштарыңыздың өскендерін қаласаңыздар, шампуньді ұсынамын. Келесі бізде менің ең алғашқы фаворитім Absolut шампунь және маскасы. Бұларда оңтүстік кореялық барлығы Atomy деген компанияның өнімдері 500 мг өте экономды. Бұның құрамы консистенциясы сұйықтау, қоңыр түсті шөптен жасалған көрініп тұр. Ал шөбі шығыс медицинасының шөптері. Бұл халық медицинасы болса, бұл шығыс медицинасының шөптерінен жасалған. Бұл шампуньдардан ерекшелігі, айтпақшы мына маскасы бар. Маскасын аптасына 1 рет жасап тұруға болады. Шашыңызға егерде сияние эффект, сонымен қатар қазір барлығым жасататын кератиновое выпрямление. Сондай эффект қаласаңыздар, шампунь мен маскасын алуды ұсынамын. Шампунь шашты өсіреді, дәл солай. Бұл шампуньді шашты өсіреді. Сонымен қатар шашыңыз егерде әбден поврежденный болса, боялған болса, және де сынғыш, түсін жоғалтқан шаш болатын болса, жылтырауына көмектесетін Absolut шампунь. Яғни бір шампуньда соншама қызметі бар. Сонымен қатар бас терісін өте керемет тазалайды, бірақ шашыңыз түбі құрғамайды және де жуынбайды. Ал келесі бізде сульфатсыз шампунь. Бұл шампунь ерекшелігі шашыңыз егерде
боялған болса, шашыңыз амбре болса, шаштың түсін сақтауға, сонымен қатар шашты қалпына келтіруге, әбден сынып, ұштанып кеткен шаштарды жақсы қалпына келтіруге, сонымен қатар шаштары түптері өспейтінін дұрыс, сонымен қатар тускай шаштарға өте жақсы көмектеседі. Миллиграмды көрсеттім. Бұл да Atomic компаниясының шампуні. Ал қалай алуға болатыны жайлы маған төменде WhatsApp-қа және де Instagram-ға жазсаңыздар болады. Бағаларын описаниеге қалдырып кететін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.